Сәлем баршаңызға. Сіздерге таңғы асқа пайдалы, құрамы 90% сүзбеден тұратын сырники рецептімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Осылай жасап көрсеңіз, қатты болмайды, арасы жұмсақ, воздушный болып шығады. Керекті мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын. Бастысы творогымыз майлы, сулы болмау қажет. Егер олай болған жағдайда ситадан немесе марлядан өткізіп аласыздар. Осылай творогқа бір жұмыртқаны, 2-3 қасық қант, 2-3 қасық ұнды салып, жағы сарылап, араластырып аламыз. Блендер болса, сонымен езіп алған жақсы. Егер болмаған жағдайда осылай мен секілді қолмен де жақсылап араластырып алсаңыздар болады. Сүзбеміз біркелкі болғаннан кейін бір ас қасықтан алып, қолымызға осылай дөңгелектеп алып, видеода көрсетілгендей форма жасаймыз, айналдырып. Астына жабыспас үшін ұн салдым. Барлығын осылай дайындап алдық, енді пісіреміз. Қызып тұрған табаға кішкене май салып, майлап, барлығын орналастырып шығамыз. Бетін жауып, баяу отта 5 минутқа қалдырамыз. Бөліп алмай, ақырындап келесі бетіне аударамыз. Енді келесі бетін де 5 минут баяу отта пісіріп аламыз. Жанына әртүрлі салман мен ұсынып берсеңіз болады. Қаймақ пен варене қоссаңыз, дәмі керемет болады. Жасап көріп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Отбасыма ұнағаны соншалық дастарханға қойғаннан тез бітіп қалды. Ас болсын. Сәлем баршаңызға. Сіздерге бүгін осындай миндальный булочки рецептімен бөліскім келеді. Жасалу жолын көргілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қарап, парақшама тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Дәмі өзгеше, басқа да тоқаштарға ұқсамайды. Менің отбасыма бір жасағаннан өте қатты ұнады. Алдымен тестосын жасаймыз. Оған бізге қажетті заттар: жылы сүт, жұмыртқа, қант, ұн, сары май және ашытқы қажет. Алдымен жылы сүтімізге қантты салып, қант ерігенше араластырамыз. Одан кейін ашытқыны саламыз. Жұмыртқамызды салып, біркелкі болғанша араластырып, шым-шым тұз саламыз. Барлығын керекті мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын. Осылай ұнды салып, біркелкі масса болғанша осылай алдымен араластырып аламыз. Енді бөлме температурасында тұрған сары майды салып, ары қарай қолмен жұмсақ қамыр болғанша қолмен осылай осындай жұмсақ біркелкі қамыр пайда болады. Енді бұны холодильникке 3-4 сағатқа салып қоямыз. Егер сіздер асығыс болсаңыздар да жасай беруге болады, бірақ жұмыс істеу қиын болады. Осы аралықта салмасын дайындаймыз. Жұмсақ бөлме температурасында тұрған сары майға қантымызды салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Одан бір жұмыртқамызды саламыз. Миндальный муканы саламыз. Жасалу жолын төменде ссылкасын қалдырамыз, сол жерден қарай аласыздар. Бір ас қасықтай бидай ұнын салып, осылай біркелкі болғанша жақсылап араластыру қажет. Осындай біркелкі масса пайда болады.
Қамырымыз осындай холодильникте тұрғаннан кейін осындай қатты болады. Жаюға өте ыңғайлы. Қатты қалың да, қатты да жұқа да етпей, орташа осылай жайып аламыз. Арасына дайын болған салмамызды салып, бір келке етіп, барлық жеріне жағып шығамыз. Сосын осылай видеода көрсетілгендей бірін-біріне осылай орап, үстін кішкене басып, осындай ұзынша етіп бөліктерге бөліп аламыз. Видеода көрсетілгендей ораймыз. Барлығын осылай орап болғаннан кейін жылы жерге 30 минутқа қалдырамыз, бетін жауып. Уақыт өткеннен кейін жұмыртқаның сары уызын бетіне жағып шығамыз. Және миндалінің қалған осындай ұнтақтарын осылай бетіне сепсеңіздер болады. 180 градуста 20 минут пісіреміз. Суығаннан кейін әсемдігі үшін сахарный пудраны себеміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын. Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін осындай отбасым үшін жасаған таңғы аспен бөліскім келеді. Өздеріңіз білетіндей таңғы ас әрдайым пайдалы, ақуызға бай болу керек. Жасау жолын көргілеріңіз келсе, видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып отырыңыздар. Алдымен біз тартылған етімізге дәміне қарай тұз, бұрыш, немесе тағы басқа дәмдеуіштер салып, жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Дүкендерде қалың лаваштың түрі сатылады. Егер ол болмаса, мен секілді осындай жұқа түрін алып, видеода көрсетілгендей қайырып, осылай да жасауға болады. Дайын болған фаршымызды дөңгелектеп алып, бетіне барлық жағына бір келке етіп жайып шығамыз. Жұқа етіп көп салмаңыздар, жұқа болса тезірек піседі. Қысып тұрған табамызға кішкене май салып, бір келкі етіп жағып шығып, одан кейін дайын болған лавашымызды керісінше аударып саламыз. Бетін жауып, шамамен
4-5 минутқа қалдырамыз. Осылай қолмен араластырып тексеріп тұрсаңыздар болады. Табанның асты орташа отта болу керек. Дайын болғаннан кейін келесі бетіне аударып, осылай салманың арасына авокадо және көкпиязды қосамыз. Көкпиязды барынша жіңішке майдалап турап, авокадо жұмсақ болса езіп, болмаса осылай жіңішке етіп турауға болады. Арасына жұмыртқа жасаймыз. Жұмыртқаны бөлек ыдысқа осылай жазып алып, табада осылай айналдырып пісіріп аламыз. Енді барлығын жинап шығамыз. Дайын болған лаваштың үстіне авокадоны қойып, одан салат жапырағын, жұмыртқаны бір тегіс етіп жайып шығып, көкпиязды себеміз азырақ. Творожный сыртты жағыңыздар, дәмі ерекше болады. Осылай бір келкі етіп жағып ораймыз. Қызып тұрған грильницада осылай екі бетін кішкене қызарғанша ұстаймыз. Егер болмаса, табада да екі бетін пісіріп алуға болады қызартып. Дайын болған тіске басарымыздың жанына осындай смузи дайындаймыз. Ол үшін бананды майда бөліктерге бөліп, одан алманы да осылай бөліктерге бөліп, блендерге саламыз. Қасына 2-3 қасық асқабақ дәнін, 1 шай қасық бал қоссақ дәмді болады, және таза су қосамыз. Барлығын блендерде жақсылап араластырып езіп аламыз. Жасап көріп, пікірлеріңізбен бөлісіңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сәлем баршаңызға. Сіздерге бүгін осындай оңай әрі жылдам дайын болатын кешкі аспен бөліскім келеді. Отбасым үнемі котлет жеуден жалыққан кезде етті мен осылай дайындап беремін. Тағы да видео рецептерінде көргілеріңіз келсе, каналыма тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Алдымен осындай тауықтың төс етін жіңішке ұзынша етіп тураймыз. Сосын оны осындай тақтайшаға жайып алып, бетіне салфанды сеуіп, молотокпен немесе үйде қандай ауыр зат бар, мен секілді осылай үстінен ұрып шығасыздар, шығартып. Дайын болған шығарған еттерімізді бір үлкенде ыдысқа салып, маринадтап аламыз. Ол үшін бізге 2-3 қашық соевый соус құямыз. Азырақ дәміне қарай тұз, орегано. Осы приправаны міндетті түрде салыңыздар, дәмі ерекше болады. Паприканы саламыз көз мөлшерімен, бұрыш, 2-3 қасық оливки масло. Барлығын жақсылап салып, араластырып, 15-20 минутқа қалдырамыз. Барынша ұзақ тұрса, ет дәмдірек болады. Етіміз дайын болғанша гарнирін дайындаймыз. Ыдысқа кішкене көлемде сары майда салып, оны ерітіп, жуған таза күрішімізді салып, 2-3 минуттай осылай қуырамыз. Дәміне қарай тұз саласыздар көз мөлшерімен. Күріш 1-2 сантиметр батқанша осындай су құю қажет. Бетін жауып, баяу отта 15 минутқа қалдырамыз. Осы әдіспен жасасаңыздар, күріштеріңіз бір-біріне жабыспай, осылай шашылып тұрады. Етіміз 15-20 минут тұрғаннан кейін бізге қажет жұмыртқа. Осылай жазып аламыз. Панировочный сухарики қажет. Видеода көрсетілгендей реттілікпен еттерді дайындаймыз. Алдымен ұнға, одан кейін жұмыртқаға малып, соңында панировочный сухарики салып, осылай еттердің барлығын дайындап аламыз. Қызып тұрған тапаға майды құямыз. Менде осындай жылқы майы. Дайындалу жолын описание бөліміне қалдырамын. Осылай әр бетін 2-3 минуттан жақсылап қуырып аламыз. Арасы шикі болып қалмайды, өйткені бұл маринадталған соң жылдам тез піседі. Күйдіріп алмай, осылай сәл кішкене сарғайғаннан кейін ала берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріп, пікір қалдырып, лайк басып отырыңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін осындай дәруменге бай салатпен бөліскім келеді. Бастысы құрамы оңай, қолжетімді заттармен жасалады. Каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар.
Жасалу жолын көргілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Барлық керекті заттарды ұзынша етіп тұраймыз. Алдымен капустаны барынша жіңішке, ұзын болса әдемі көрінеді. Дәл солай қиярды да барлығы бір келкі болу қажет. Сәбіз, алма, қызылша, оларды осылай үкіштен өткізіп аламыз. Жаңғақты ұзын-ұзын етіп тұру қажет, немесе қалауларыңыз бойынша майдалап турасаңыздар да болады. Одан кейін укропты да өте жіңішке етіп тұру қажет. Одан кейін піспеген қызылшамызды осылай үткіштен өткіземіз. Қызылша піспеген кезде құрамындағы барлық витаминдерін бойында сақтайды. Заправкасын дайындаймыз. 3 шай қасық оливке маслоға, жарты қасық тұз, азырақ бұрыш, лимон суын немесе осындай яблочный уксусты қосуға болады. Осылай барлығын құйып, жақсылап араластырамыз. Барлығы бір келкі болу үшін. Сіздер де жасап көріңіздер, пікір қалдырып бөлісе отырыңыз. Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін осындай қытырлақ баклажанды менің нұсқамда дайындайтын боламыз. Видеоны толық қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Бізге алдымен керегі осындай үлкен баклажан. Жақсылап жуып алып, сыртын ашып, видеода көрсетілгендей үлкен-үлкен бөліктерге бөліп аламыз. Барынша үлкен болған жақсы, өте әдемі көрінеді. Піскен кезде де азырақ тұз салып, салқын су құйып, баклажандарды 5-10 минутқа қалдырамыз. Дайын болған баклажандарымызды осылай сүзгішке салып, жақсылап суын ағызып, кептіріп аламыз. Осылай салфеткамен немесе майлықтармен үстін басып кептіру қажет. Клярын дайындаймыз. 2 ас қасық ұн, 2 ас қасық крахмал, жүгері болсын, картоп болсын, крахмалын қоса беруге болады. Азырақ су. Дайын болған клярға осындай баклажандарды салып, жақсылап аунатып, осындай қызып тұрған майда қызарғанша пісіріп аламыз. Осылай дайын болған баклажандарымызға осындай салат жапырағын, помидор үлкен-үлкен етіп турап, дүкендегі осындай кисло-сладкий соусты қоссақ дәм ерекше болады. Азырақ дәм өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тұз салсаңыздар дәмдірек болады. Бетіне әсемдік үшін күнжіт сепсеңіздер болады. Бұл салатты ыстықтай жеген жақсы. Соус қосқаннан кейін ол баклажандар кішкене жұмсарып қалады. Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін осындай қонақ келген кезде жылдам әрі тез дайын болатын дәмді салатпен бөліскім келеді. Каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Бізге қажетті заттар: қайнатылған жұмыртқа, крабовые палочки, қияр, көкпияз, сухарики, жүгері, майонез немесе қаймақ қосуға болады.
Дәміне қарай тұз, бұрыш қажет. Алдымен крабовый палочкиді ұзынша бір келке етіп турап аламыз. Одан кейін жұмыртқаның сары уызын бөлек алып қою қажет. Тек ақ уызын ғана ұзын етіп тураймыз. Барлығы бір келкі болса, өте әдемі көрінеді. Мынадай үлкен қиярдың жартысының турасақ та жеткілікті. Бұны да видеода көрсетілгендей ұзынша етіп тураймыз. Одан кейін көк пиязды да дәл солай бір келкі ұзындықта тураймыз. Одан кейін жүгері, сухарики, майонез, азырақ шым-шым тұз, бұрыш қосып жақсылап араластырамыз. Өте жылдам әрі оңай дайындалады. Міндетті түрде жасап көріп, пікір қалдырып, лайк басып отырыңыздар. Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін осындай жұмсақ дәмді пирожкидің рецептімен бөліскім келеді. Каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Қаншама рецепттермен жасап көрдім. Маған ұнағаны ең осы рецепт болды. Бастысы арасы шикі болып қалмайды. Алдымен тестасын дайындап аламыз. 200 грамм жылы суға 2 ас қасық қант саламыз. 1 шай қасық тұз, 1 қасық ашытқы, 2 ас қасық сұйық май. Барлығын жақсылап араластырып, жылы жерге 15-20 минутқа қалдырамыз көтерілгенше. Бетін пищевой пленкамен жауып қою қажет. Беті осылай көтеріледі. Енді осыған 480 граммдай ұнды салып, жұмсақ қолға жабыспайтындай қамыр болғанша елеп аламыз. Қамырымыз осындай қолға жабыспайтын, жұмсақ, бір тегіс болу қажет. Таза салафанға салып, бетін жақсылап қысып байлаймыз. Осындай салқын мұздай суға салып қоямыз. Бұл тестаның ерекшелігі де осындай салқын суға ашытамыз. Салмасын дайындаймыз. Оған қайнатылған картопқа қалауларыңыз бойынша тұз, бұрыш салып жақсылап езіп, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Осылай азырақ укроп немесе көк пиязды турап қоссаңыздар болады. Дәмі ерекше болып тұрады. Қамырымыз салқын суда осылай 30-40 минут тұрғаннан кейін осылай көтеріледі. Әркім өзінің қалауы бойынша осындай үлкенді кішілі бөліктерге кесіп, алдымен дөңгелектеп, барлығын дөңгелектеп осылай қойып аламыз. Қамырды қатты жұқа, қатты қалың да етпей, орташа қалыңдықта жайып, арасына салмасын салып, жақсылап қысып бүгіп аламыз. Арасы ашылып кетпеуге қажет. Барлығын осылай бүгіп, бетін пленкамен жауып, 15-20 минутқа қалдырамыз. Кішкене көтеріледі. Майда жақсылап қыздырып алып, орташа отта екі беті қызарғанша осылай кезек-кезек пісіріп аламыз.
Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріп, пікір қалдырып отырыңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен оңай әрі жылдам дайын болатын баклажанды рулетпен бөліскім келеді. Алдымен баклажанды жақсылап жуып алып, осылай жіңішке ұзын етіп турап аламыз. Барынша ұзын болғаны жақсы, ораған кезде әдемі көріну үшін. Ыдысқа біркелкі етіп жайып, үстіне азырақ дәмі кіру үшін шым-шым тұз себуге болады. Баклажанды 5-10 минут тұрғызғаннан кейін жұмыртқа, панировочный сухарики қажет. Алдымен жұмыртқаға малып алып, одан кейін панировочный сухарикиге аунатып, осылай табада біркелкі етіп жайып шығамыз. Пешті жақсылап қыздырып, 180 градуста 20-15 минут ұстаймыз. Соусына қаймақ немесе майонез қолдансаңыздар болады. Оған үкіштен өткізілген сарымсақты салып, жақсылап араластырып алып, дайын болған пештен шыққан баклажанымызға біркелкі әдемі етіп жағып шығамыз. Арасына осындай салат жапырағын, помидор, қалауларыңыз бойынша әртүрлі көкөністер салуға болады. Осылай әдемі етіп ораймыз. Осы орағаны жылжып кетпеу үшін зубочисткамен қыстырып қойсаңыздар да болады. Барлығына ұнайтын ең өтімді салаттардың бірі. Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге жылдам әрі өте дәмді сүзбелі запеканка рецептімен бөліскім келеді. Каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Бізге қажетті заттар: сүзбе, жұмыртқа, қоюлатылған сүт, қаймақ, овсянка, қалауларыңыз бойынша жаңғақ мейіз немесе әртүрлі жеміс-жидектер қосуға болады. Мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын. Барлығын блендерге салып, жақсылап біркелкі масса болғанша езіп араластырамыз. Егер блендер болмаса, шанышқымен тағы басқа құралдармен араластырып езуге болады. Біркелкі масса болғаннан кейін жаңғақ, мейіз немесе қалауларыңыз бойынша жеміс-жидекті салып, осылай қасықпен араластырып алуға болады. Кез келген форма жарайды. Мен осындай форма алдым. Алдымен оны жақсылап майлап, одан кейін тегіс етіп құйып шығамыз. Пешті жақсылап қыздырып, 170-180 градуста 30-35 минут ұстаймыз. Піскеннен кейін суыған күту керек. Біз мұнда шыдай алмай кесіп қойдық. Дәмі өте жұмсақ, үлпілдек, тәтті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, пікір қалдырып отырыңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын.
Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ПП вафли дайындаймыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, айран, ұн, үкіштен өткізілген алма және разрыхительный тесто. Алдымен жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі масса болғанша. Одан кейін айранды құйып, екеуін бірге тағы да араластырамыз жақсылап. Бұл вафлиді енді прикорм бастап жатқан балаларға берсе болады. Ешқандай зиянсыз, без глютена вафлилер бұл. Одан кейін үкіштен өткізілген алманы немесе сіздер бананда қосуға болады орнына. Кішкене езіп біркелкі болғанша араластырамыз бұны да. Онды саламыз. Менде күріш ұны бұл. Кішкене қоюлана бастайды. Одан кейін қалауларыңыз бойынша кішкене шым қант қосуға болады. Мен кішкене дәмі кірсін деп азырақ қант қостым. Қоспасаңыздар да болады. Жақсылап араластырып, жарты шай қасық разрыхительный тесто қосамыз. Вафлилер кішкене көтерілу үшін. Мұнда мен көз мөлшерімен салдым. Сіздер жарты шай қасық салсаңыздар болады. Біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып, енді вафлиницамызды алдымен қыздырып аламыз. Сосын бір үлкен ас қасықтан құямыз. Мен мұнда аз-аздан құйдым, өйткені балаларға жеуге ыңғайлы болу үшін. Осындай қып-қызыл әдемі дәмді вафлилер шығады. Арасы піскенше өздеріңіздің вафлиницаларыңызға қарай ұстайсыздар. Жасап көріңіздер, пікір қалдырыңыздар. Сәлем баршаңызға. Сіздерге таңғы асқа пайдалы, құрамы 90% сүзбеден тұратын сырники рецептімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Осылай жасап көрсеңіз, қатты болмайды, арасы жұмсақ, воздушный болып шығады. Керекті мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын. Бастысы творогымыз майлы, сулы болмау қажет. Егер олай болған жағдайда ситадан немесе марлядан өткізіп аласыздар. Осылай творогқа бір жұмыртқаны, 2-3 қасық қант, 2-3 қасық ұнды салып, жақсылап араластырып аламыз. Блендер болса, сонымен езіп алған жақсы. Егер болмаған жағдайда осылай мен секілді қолмен де жақсылап араластырып алсаңыздар болады. Сүзбеміз біркелкі болғаннан кейін бір ас қасықтан алып, қолымызға осылай дөңгелектеп алып, видеода көрсетілгендей форма жасаймыз, айналдырып. Астына жабыспас үшін ұн салдым. Барлығын осылай дайындап алдық, енді пісіреміз.
Қызып тұрған табаға кішкене май салып майлап, барлығын орналастырып шығамыз. Бетін жауып, баяу отта 5 минутқа қалдырамыз. Бөліп алмай, ақырындап келесі бетіне аударамыз. Енді келесі бетін де 5 минут баяу отта пісіріп аламыз. Жанына әртүрлі салман мен ұсынып берсеңіз болады. Қаймақ пен варенье қоссаңыз, дәмі керемет болады. Жасап көріп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Отбасыма ұнағаны соншалық дастарханға қойғаннан тез бітіп қалды. Ас болсын. Сәлем баршаңызға. Сіздерге бүгін осындай оңай әрі жылдам дайын болатын кешкі аспен бөліскім келеді. Отбасым үнемі котлет жеуден жалыққан кезде етті мен осылай дайындап беремін. Тағы да видео рецептерінде көргілеріңіз келсе, каналыма тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Алдымен осындай тауықтың төс етін жіңішке ұзынша етіп тураймыз. Сосын оны осындай тақтайшаға жайып алып, бетіне салфанды сеуіп, молотокпен немесе үйде қандай ауыр зат бар, мен секілді осылай үстінен ұрып шығартып. Дайын болған шығарған еттерімізді бір үлкенде отызға салып маринадтап аламыз. Ол үшін бізге 2-3 қашық соевый соус құямыз. Азырақ дәміне қарай тұз, орегано. Осы приправаны міндетті түрде салыңыздар, дәмі ерекше болады. Паприканы саламыз көз мөлшерімен, бұрыш, 2-3 қасық оливки масло. Барлығын жақсылап салып, араластырып 15-20 минутқа қалдырамыз. Барынша ұзақ тұрса, ет дәмдірек болады. Етіміз дайын болғанша гарнирін дайындаймыз. Ыдысқа кішкене көлемде сары майды салып, оны ерітіп, жуылған таза күрішімізді салып, 2-3 минуттай осылай қуырамыз. Дәміне қарай тұз саласыздар көз мөлшерімен. Күріш 1-2 сантиметр батқанша осындай су құю қажет. Бетін жауып, баяу отта 15 минутқа қалдырамыз. Осы әдіспен жасасаңыздар, күріштеріңіз бір-біріне жабыспай, осылай шашылып тұрады. Етіміз 15-20 минут тұрғаннан кейін бізге қажет жұмыртқа, осылай жазып аламыз. Он, панировочный сухарики қажет. Видеода көрсетілгендей реттілікпен еттер дайындаймыз. Алдымен ұнға, одан кейін жұмыртқаға малып, соңында панировочный сухарики салып, осылай еттердің барлығын дайындап аламыз. Қызып тұрған табаға майды құямыз. Менде осындай жылқы майы. Дайындалу жолын описание бөліміне қалдырамын. Осылай әр бетін 2-3 минуттан жақсылап қуырып аламыз. Арасы шикі болып қалмайды, өйткені бұл маринадталған соң жылдам тез піседі. Күйдіріп алмай, осылай сәл кішкене сарғайғаннан кейін ала берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріп, пікір қалдырып, лайк басып отырыңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын.
Сәлем баршаңызға. Сіздерге бүгін осындай миндальный булочки рецептімен бөліскім келеді. Жасалу жолын көргілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қарап, парақшама тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Дәмі өзгеше, басқа да тоқаштарға ұқсамайды. Менің отбасыма бір жасағаннан өте қатты ұнады. Алдымен тестосын жасаймыз. Оған бізге қажетті заттар: жылы сүт, жұмыртқа, қант, ұн, сары май және ашытқы қажет. Алдымен жылы сүтімізге қантты салып, қант ерігенше араластырамыз. Одан кейін ашытқыны саламыз. Жұмыртқамызды салып, бір келкі болғанша араластырып, шым-шым тұз саламыз. Барлығын керекті мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын. Осылай ұнды салып, бір келкі масса болғанша осылай алдымен араластырып аламыз. Енді бөлме температурасында тұрған сары майды салып, ары қарай қолмен жұмсақ қамыр болғанша қолмен осылай осындай жұмсақ бір келкі қамыр пайда болады. Енді бұны холодильникке 3-4 сағатқа салып қоямыз. Егер сіздер асығыс болсаңыздар да жасай беруге болады, бірақ жұмыс істеу қиын болады. Осы аралықта салмасын дайындаймыз. Жұмсақ бөлме температурасында тұрған сары майға қантымызды салып, жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Одан бір жұмыртқамызды саламыз. Миндальный муканы саламыз. Жасалу жолын төменде ссылкасын қалдырамыз, сол жерден қарай аласыздар. Бір ас қасықтай бидай ұнын салып, осылай бір келкі болғанша жақсылап араластыру қажет. Осындай бір келкі масса пайда болады. Қамырымыз осындай холодильникте тұрғаннан кейін осындай қатты болады. Жаюға өте ыңғайлы. Қатты қалың да, қатты да жұқа да етпей, орташа осылай жайып аламыз. Арасына дайын болған салмамызды салып, бір келкі етіп, барлық жеріне жағып шығамыз. Сосын осылай видеода көрсетілгендей бірін-біріне осылай орап, үстін кішкене басып, осындай ұзынша етіп, бөліктерге бөліп аламыз. Видеода көрсетілгендей ораймыз. Барлығын осылай орап болғаннан кейін жылы жерге 30 минутқа қалдырамыз, бетін жауып. Уақыт өткеннен кейін жұмыртқаның сары ұзын бетіне жағып шығамыз. Және миндальның қалған осындай ұнтақтарын осылай бетіне сепсеңіздер болады. 180 градуста 20 минут пісіреміз. Суығаннан кейін әсемдігі үшін сахарный пудраны себеміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын. Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін осындай қытырлақ баклажанды менің нұсқамда дайындайтын боламыз. Видеоны толық қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Бізге алдымен керегі осындай үлкен баклажан. Жақсылап жуып алып, сыртын ашып, видеода көрсетілгендей үлкен-үлкен бөліктерге бөліп аламыз. Барынша үлкен болған жақсы, өте әдемі көрінеді. Піскен кезде де. Азырақ тұз салып, салқын су құйып, баклажандарды 5-10 минутқа қалдырамыз. Дайын болған баклажандарымызды осылай сүзгішке салып, жақсылап суын ағызып, кептіріп аламыз. Осындай салфеткамен немесе майлықтармен үстін басып кептіру қажет. Клярын дайындаймыз. 2 ас қасық ұн, 2 ас қасық крахмал, жүгері болсын, картоп болсын, крахмалын қоса беруге болады. Азырақ су. Дайын болған клярға осындай баклажандарды салып, жақсылап аунатып, осындай қызып тұрған майда қызарғанша пісіріп аламыз. Осылай дайын болған баклажандарымызға осындай салат жапырағын, помидор үлкен-үлкен етіп турап,
дүкендегі осындай кисло-сладкий соусты қоссақ дәм ерекше болады. Азырақ дәм өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тұз салсаңыздар дәмдірек болады. Бетіне әсемдік үшін күнжіт сепсеңіздер болады. Бұл салатты ыстықтай жеген жақсы. Соус қосқаннан кейін ол баклажандар кішкене жұмсарып қалады. Сәлем баршаңызға, сіздермен бүгін осындай дәруменге бай салатпен бөліскім келеді. Бастысы құрамы оңай, қолжетімді заттармен жасалады. Каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Жасалу жолын көргілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Барлық керекті заттарды ұзынша етіп тұраймыз. Алдымен капустаны барынша жіңішке, ұзын болса әдемі көрінеді. Дәл солай қиярды да барлығы біркелкі болу қажет. Сәбіз, алма, қызылша, оларды осылай үкіштен өткізіп аламыз. Жаңғақты ұзын-ұзын етіп тұру қажет, немесе қалауларыңыз бойынша майдалап турасаңыздар да болады. Одан кейін укропты да өте жіңішке етіп тұру қажет. Одан кейін піспеген қызылшамызды осылай үткіштен өткіземіз. Қызылша піспеген кезде құрамындағы барлық витаминдерін бойында сақтайды. Заправкасын дайындаймыз. 3 шай қасық оливке маслоға, жарты қасық тұз, азырақ бұрыш, лимон суын немесе осындай яблочный уксусты қосуға болады. Осылай барлығын құйып, жақсылап араластырамыз. Барлығы біркелкі болу үшін. Сіздер де жасап көріңіздер, пікір қалдырып бөлісе отырыңыз.
Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін осындай отбасым үшін жасаған таңғы аспен бөліскім келеді. Өздеріңіз білетіндей таңғы ас әрдайым пайдалы, ақуызға бай болу керек. Жасау жолын көргілеріңіз келсе, видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып отырыңыздар. Алдымен біз тартылған етімізге дәміне қарай тұз, бұрыш, немесе тағы басқа дәмдеуіштер салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Дүкендерде қалың лаваштың түрі сатылады. Егер ол болмаса, мен секілді осындай шұға түрін алып, видеода көрсетілгендей қайырып, осылай да жасауға болады. Дайын болған фаршымызды дөңгелектеп алып, бетіне барлық жағына біркелкі етіп жайып шығамыз. Шұға етіп көп салмаңыздар, шұға болса тезірек піседі. Қысып тұрған табамызға кішкене май салып, біркелкі етіп жағып шығып, одан кейін дайын болған лавашымызды керісінше аударып саламыз. Бетін жауып, шамамен 4-5 минутқа қалдырамыз. Осылай қолмен араластырып тексеріп тұрсаңыздар болады. Табанның асты орташа отта болу керек. Дайын болғаннан кейін келесі бетіне аударып, осылай салманың арасына авокадо және көкпиязды қосамыз. Көкпиязды барынша жіңішке майдалап турап, авокадо жұмсақ болса езіп, болмаса осылай жіңішке етіп турауға болады. Арасына жұмыртқа жасаймыз. Жұмыртқаның бөлек ыдысқа осылай жазып алып, табада осылай айналдырып пісіріп аламыз. Енді барлығын жинап шығамыз. Дайын болған лаваштың үстіне авокадоны қойып, одан салат жапырағын, жұмыртқаны бір тегіс етіп жайып шығып, көкпиязды себеміз азырақ, творожный сыртты жағыңыздар, дәмі ерекше болады. Осылай біркелкі етіп жағып, ораймыз. Қызып тұрған грильницада осылай екі бетін кішкене қызарғанша достаймыз. Егер болмаса, табада да екі бетін пісіріп алуға болады қызартып. Дайын болған тіске басарымыздың жанына осындай смузи дайындаймыз. Ол үшін бананды майда бөліктерге бөліп, одан алманы да осылай бөліктерге бөліп, блендерге саламыз. Қасына 2-3 қасық асқабақ дәнін, 1 шай қасық бал қоссақ дәмді болады, және таза су қосамыз. Барлығын блендерде жақсылап араластырып езіп аламыз. Жасап көріп, пікірлеріңізбен бөлісіңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін осындай қонақ келген кезде жылдам әрі тез дайын болатын дәмді салатпен бөліскім келеді. Каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Бізге қажетті заттар: қайнатылған жұмыртқа, крабовые палочки, қияр, көкпияз, сухарики, жүгері, майонез немесе қаймақ қосуға болады. Дәміне қарай тұз, бұрыш қажет. Алдымен крабовые палочкиді ұзынша біркелкі етіп турап аламыз. Одан кейін жұмыртқаның сары уызын бөлек алып қою қажет, тек ақ уызын ғана ұзын етіп тураймыз. Барлығы біркелкі болса, өте әдемі көрінеді. Мынадай үлкен қиярдың жартысын турасақ та жеткілікті. Бұны да видеода көрсетілгендей ұзынша етіп тураймыз. Одан кейін көкпиязды да дәл солай біркелкі ұзындықта тураймыз.
Одан кейін жүгері, сухарики, майонез, азырақ шым-шым тұз, бұрыш қосып жақсылап араластырамыз. Өте жылдам әрі оңай дайындалады. Міндетті түрде жасап көріп, пікір қалдырып, лайк басып отырыңыздар.